Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 23-ші сабақтың тақырыбы дауыссыз П мен Б. Сабақтың мақсаты П, Б әріптерінің емлесін сақтап жазамын, нұсқаулық құрастырамын. 18-ші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Менің нағашы әпкем кітапханада жұмыс істейді. Мен кітапханадан кітап алуға бардым. Нағашы әпкем, саған қандай кітаптар ұнайды? Деп сұрады. Маған шытырман оқиғалы кітаптар ұнайды. Мен кітапханадан бірнеше кітап алдым. Алған кітабыңды жыртпай, уақытында өткіз, деді әпкем. Мен кітабымды уақытында өткізуге уәде бердім. Мәтін не туралы? Мәтін кітапханаға кітап алуға келген оқушы жайында. Және де оған нағашы әпкесі алған кітапты уақытында және жыртпай қайтару керектігін талап етеді. Және де оған оқушы уақытында өткізуге уәде бергендігін көріп тұрмыз. Кітапты күтіп ұстау туралы нұсқаулық құрастыр. Мынадай нұсқаулықтар құрастыруға болады. Бірінші, кітапты таза қолмен ұстау. Екінші, парағын қайырмау. Үшінші, дастархан басына кітапты әкелмеу. Төртінші, кітап кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерге қою. Бесінші, кітап бетіне жазбау. Келесі жаттығу. 19-ші жаттығу. Екі бағандағы сөздерді жұптастырып жаз. Бірінші бағанда шап, жап, теп, сеп, тап. Екінші бағанда табу, себу, тебу, жабу, шабу деген сөздердің шыққанын көріп тұрмыз. Келесі 20-ші жаттығу. Суретке қара. Суретте не көріп тұрмыз, құрметті оқушылар? Бір-бір тақтайша ұстап тұрған ол қыздарды көріп тұрмыз, иә? Енді астындағы тапсырмаға назар аударайықшы. Құттықтау сөз шығу үшін балалардың орнын қалай ауыстырған дұрыс? Плакаттардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толтыр, дәптерге жаз. Құттықтау сөз дұрыс шығу үшін бірінші жақыпты деген сөзді бірінші қоямыз, иә? Жақыпты, екінші туған күнімен, яғни бірінші жақыпты, кейін туған, екінші күнімен, төртінші шын жүректен, бесінші құттықтаймыз деген ретпен қоюымыз керек. Сол кезде сөйлемнің мағынасы шығады, иә? Жақыпты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі, енді мына жердегі сызбаға назар аударайық. Кімді? Жақыпты. Немен құттықтаймыз? Туған күнімен. Қалай құттықтаймыз? Шын жүректен. Келесі тапсырма бізде 21-ші жаттығу. Сөйлемдердің мағыналық байланысына қарай сәйкестендіріп жаз. Дәнді себу керек, шөпті шабу керек, есікті жабу керек, допты тебу керек. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ егер пайдалы болған болса, арнама жазылып, каналға тіркеліп, лайк басуды, төменге пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше, қош сау болыңыздар.